Достар сәлем, 12-де 11-ші есеп. Бізде осындай 4 формула берілген. Осы тізбекті бір сарындылыққа зерттеңдер дейді. Бір сарындылық дегеніміз, мына тізбектің өспелі, не кемімелі, немесе өспелі де кемімелі де емес деген үш түрі бар еді ғой, соған зерттеуіміз керек. Біріншісін көретін болсақ, біріншісі бізде формула беріліп тұрған АН минус 3-тің N дәрежесі дейді. Бұны зерттеу үшін біз не істейміз? Біз А1, А2, А3-терді тауып көреміз. Және олардың қалай өзгеріп жатырғанын көреміз. Яғни А1-ді табатын болсақ, мына N-нің орнына 1-ді қоямын. Минус 3-тің 1 дәрежесі бізде минус 3-ке тең. Келесі А2-ні есептеймін. А2 минус 3-тің, енді мына N-нің орнына 2-ні қоямын. Сонда минус 3-тің квадраты менде плюс 9-ды береді. А3-ті есептейтін болсам, минус 3, мына N-нің орнына 3-ті қоямын, ол менде минус 27-ні береді. Мына, в принципе, бізде уже көрініп тұр минус 3, одан кейін 9, одан кейін тағы минусқа кетіп жатыр. Бұл яғни өсіп те жатырған жоқ, кеміп те жатырған жоқ. Сондықтан бұл өспелі де, өспейтін де, кемімейтін де тізбек болып табылады. Келесі, мынау біріншісі, енді екіншісін көретін болсақ, екіншісі АН тең болады 5, N плюс 1 дәрежесі. Бұл жерде де біз А1-ді тауып көреміз. А1 5, мына N-нің орнына 1-ді қоямыз. 1 плюс 1, 5-тің квадраты, ол бізде 25-ті береді. А2-ні табатын болсақ, 5, N-нің орнына енді 2-ні қоямын. 2 плюс 1, енді 5-тің кубы 125-ті береді. А3-ті тауып көретін болсам, 5, 3 плюс 1, 5-тің 4 дәрежесі 625-ті береді. В принципе, ары қарай тағысын тағы сөйтіп кете береді. Біз көріп отырмыз, уже мына тізбектен бізде мына өсіп келе жатыр. Сондықтан бұл бізде өспелі тізбек болады. Келесі үшіншісі АН тең болады 3N плюс 1, N плюс 2. Бұл жерде А1-ді табатын болсақ, мына N-дардың орнына 1-ді қойып шығам. 3 көбейту 1 плюс 1, N-нің орнына 1-ді қоям 1 плюс 2. Мына жерде менде 4 бөлінген 3 шығады. Так, енді А2-ні табатын болсам, N-дардың орнына 2-ні қоям. 3 көбейту 2 плюс 1. Мына жерге 2 плюс 2. Так, мұнда менде 6 плюс 1 7 бөлі 4 шығады. А3-ті тауып көрейік. Так, 3 көбейту 3 плюс 1, 3 плюс 2. Мына жерде менде 9 10 бөлі 5 2 шықты. Бұл жерде де қараңыздар, өсіп келе жатыр. 4 бөлінген 3 деген мысалға есептеп көретін болсаңыздар, түсінікті болу үшін 4 бөлі 3 дегенім, ол менде 1,13-ке тең. Мынау, шамамен 1,13-ке тең. 7 бөлі 4 дегенім, ол менде 1,75-ке тең. Ол уже өсіп келе жатыр, көрдіңіздер ма? Мынау 2 шықты. Яғни мынау менде өсіп келе жатыр, сондықтан бұл бізде өспелі тізбек болады. Төртіншісі АН тең болады 5N плюс 3 бөлінген N плюс 1. А1-ді табатын болсам, 5 көбейту 1 плюс 3, 1 плюс 1 дейміз. Мына жерде 5-ке 3-ті қоссам 8 бөлінген 2 болады, ол 4-ке тең болады. А2-ні тапсақ, 5 көбейту 2 плюс 3, 2 плюс 1. Мына жерде 10, 13 бөлінген 3. Шамалап көрейік. 13-ті 3-ке бөлсек, 4,13 шығады екен. Так, келесі А3-ті көрейік. 5 көбейту 3 плюс 3, 3 плюс 1. Мына жерде 15, 15-ке 3-ті қоссам 18, мына жерде 4, 18-ді 4-ке бөлсек, 4,15 болады екен. Қараңыздар, мына тізбек тағы да өсіп келе жатыр. Сондықтан бұл тізбекте бізде өспелі тізбек болады.